Тараз кешенде елорданың 20 жылдық мерейтойына орай Ұлы дала елінің жазба жауһарлар атты көрме ұйымдастырылды. Онда Түркістан қаласындағы Әзірет Сұлтан тарихи-мәдени қорық музейінің құнды жәдігерлері көпшілік назарына ұсынылды. Аталмыш көрме елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында өткізіліп отыр. Көрме экспозициясында Қожа Ахмет Яссауидің телегей теңіз мұралары, ұлы тұлғаның соңынан ерген шәкірттерінің еңбектері қойылған. Атап айтар болсақ, олардың ішінде бұған дейін ешқандай көрмеде қойылмаған Диуани Хикмет кітабының түпнұсқасы бар. Бұл жерде Қожа Ахмет Яссауидің және оның шәкірттерінің қолжазбалары бар екенін біз таныстық, бәрін көрдік. Өте қатты ұнады. Көрмеге кіргеннен уже үлкен керемет әсер қалдырды. Рухани құндылықтарды арқалаған көрмеге 50-ге жуық экспонат әкелінген. Көрме бұған дейін Астана, Алматы, Петропавл қалаларында ұйымдастырылған. Құнды жәдігерлерді басқа мемлекеттерге таныту үшін Әзірет Сұлтан тарихи-мәдени қорық музейі келесі айда Түркия мемлекетіне бармақшы. Бұл көрменің басты мақсаттарының бірі осы біздің мәдени мұрамызды, құнды мұрамызды насихаттау, жастарды осы патриоттық рухта тәрбиелеу, сосын мынау облысаралық мәдени байланыстарды нығайту. Осы мақсатты ұстанған біздің көрмеміз міне бүгін Тараз қаласында ашылып отыр. Ал Тараз жұртшылығы көрмені 30 сәуірге дейін тамашалай алады. Шырайлым Болатбекқызы, Серік Тәжібаев, жаңалықтар қызметі.